19 трек. Өтеген өз бөлімшесіне оралысымен аға сержант Владимировты іздеп еді, таба алмады. Рота командирінен қайтпаған ғой деп түйді ол. Сонан соң түнімен шаң тозанға көмілген автоматын тазарта бастады. Сөйтіп отырып ол өзінің қалай ұйықтап кеткенін де сезбеді. Рота командирінен келген Владимиров өтегеннің окобына соғып, оның ұйықтап жатқанын көрді. Жұрт мұны іздеп дүрлігіп жүрсе, бұл қорылға басып жатыр ғой, деп күлді ол қуанышты мейірмен. Аға сержант өз серігінің аман-есен оралғанын хабарлау үшін рота командиріне кісі жіберді де, өзі Журбаның окобына барды. «Естіп тұрмысың, аға сержант?» деген сұрақпен қарсы алды ол Владимировты. Ұлығанына жарты сағат болды. Жау жақтан танк моторларының үні естіледі. Таңғы салқын ауада ол шынында да аңның ұлығанына ұқсайтын еді. Бүгін олар өз жоспары бойынша біздің қорғаныс шебімізді қалайда бұзып өтуі керек, деп жауап берді Владимиров. Сондықтан бүгінгі күн тынымсыз да мазасыз күн болуы ықтимал. Тұтқын немістен жауап алынғанда Владимиров та бірге болғанды. Фашист полк штабында байланысшы екен, талай нәрселердің басын ашып берді. «Иә, фрицтер шешуші шабуылға әзірленуде», деді ол өз ойын нығарлап. «Біздің тіл алып, жоспарларын білгенімізді сезсе, фрицтер бұл шабуылының мезгілі мен мекенін өзгертуі мүмкін ғой», деген болжал айтты Журба. «Әй қайдам, ол үшін ойлай білу керек қой, ал олардың уставында ойлауға тыйым салынған». «Мейлі, атасына нәлет олай болса», деді Журба жаралы аяғын әрең басып, пулеметіне қарай беттеп. Өтеген өз окобына таяу жерде жарылған снаряд даусынан оянып кетті. Фашисттер әдеттегісінше артиллерия атысын бастапты. Өтегеннің баяғыдан бері көріп келгені бүгінгі таңдағы атыстың қасында түк те емес екен. Роталық кішкентай миноменттен бастап ауыр зеңбірекке дейін іске қосылды. Дұшпан совет жауынгерлерінің бекінісін қалайда бұзып өтіп, Сталинградқа жетуге асыққандықтан снаряд да, мина да аяған жоқ. Қоп-қою көк түтін төңіректі тұтас торлап алды. Жаңа шығып келе жатқан күн көзін де көрсетпейді. Бүгін Өтеген сасқан жоқ. Автоматын қолға алып, арқасын окопқа сүйеп, атыстың бітуін жайбарақат күтіп отыр. Артиллерия сүргіні басылып, ол окоптан басын шығарып қарағанда, траншейдің көп жері бұзылып, бірнеше окоп шұңқырға айналғанын байқады. Снаряд дәл үстерінен түскен тәрізді. Жау зеңбіректері атуын тоқтатқанымен жаяу әскері шабуылға әлі шыққан жоқ. «Тірімісің Өтеген?» деді Владимиров өз окобынан. «Тірі сияқтымын», деп жауап берді Өтеген қуанышты үнмен. «Журбаның жайы қалай екен?» деді аға сержант. «Маған не болушы еді?» деді Журба окоп ернеуіне пулеметін орнатып жатып. Арада 3 минут өтер өтпестен жау артиллериясы кәрі жынына қайта басты. Совет жауынгерлері окоп түбіне тығылып жата-жата қалысты. Жарты сағаттан кейін атыс тоқтап, Өтеген брустверге барып сүйеніп тұрды. Әлгіндегідей дәл 3 минут өтер өтпестен жау артиллериясы қайтадан зіркілдеп қоя берді. Ажал оғын төгіп алды. Өтеген сол кезде брустверге келіп Владимировке дауыстады. «Неміс жынданған ба, мұнысы несі?» Владимиров оның шаң басқан жүзіне қарап езу тартты. «Жоқ, олар бізді жындандырғысы келеді. Солай ма?» дей салды Өтеген оның сөзін жете түсінбей. «Ал біздің артиллерия неге үндемейді?» «Білмеймін, мүмкін снарядтары жоқ шығар», деді Владимиров ренішті пішінмен. «Зеңбіректердің бүгін тынығатын күні», деді Журба өз окобынан. «Селоға қыз деп кеткен болар.
Өтеген бұған сенер-сенбесін білмеді. Ол Журбаның шын сөзі мен қалжың сөзін айыра алмайтын. Қазір де оның әлгі сөзін шын көріп, соғыста да демалыс күн бола ма екен деп дал болып отыр. Жау артиллериясының соңғы атқылауы біздің жаяу әскерге оңай тимеді. Траншей мен окоптың көп жері дәл түскен снарядтардан быт-шыт болды. Осындай бір снаряд Владимиров пен Өтегеннің арасына түскен. Өтеген өзін түпсіз тұңғиыққа құлап бара жатқандай сезінді. Құлағына қап-қатты ауа толқыны кеп тиді. Окоп түбіне жығылған оның үстіне топырақ үйіліп қалды. Топырақ астынан әрең шыққан ол ең алдымен автоматына жабысты. Оның құм тиген жерлерін тазартып жатып, басын көтеріп, таңдана құлақ түрді. Бұл не? Немістер атуын тоқтатқан ба? Әйтсе де снаряд пен минаның жарылу күші жерді солқылдатып жатқанды. Өтеген содан құлағының бітіп қалғанын түсінді. Осы бір сұмдық ой мина жеткенде жас жауынгер жан түршігер ащы дауыспен бақырып жіберді. Бірақ өз дауысын өзі естімеді. Ол Владимировқа жүгіріп бармақ болып еді, мынадай аласапыранда окоптан шығудың өзі қауіпті екенін ұқты. Сосын есінен адасқан адамдай үн-түнсіз ұзақ отырды да бір кезде жерге жата қалып жылап қоя берді. Ол осылай қанша жатқанын білген жоқ, әлден уақытта құлағына дыбыс келгендей болды. Өтеген басын көтеріп жан жаққа құлақ түрді. Рас, жарылған снаряд күрсілі алыстан талып жеткендей еміс-еміс естіледі. Сосын бірте-бірте айқындала бастады. Сазайларыңды берермін, сұмдар, деп айғай салды ол. Солақ екен, өз дауысын өзі естіп, сақылдап күле берді. Өтеген траншей бойымен оң жаққа қарай еңкейіп өтіп бара жатқан Шамұратты байқады. Бірақ мән берген жоқ. Құлағының ести бастағанына қуанып, өзімен өзі боп отыр. Зеңбірек атысы аяқталды. Өтеген брустверге кеп тұрды. Біреу мықтап ұрғандай өн бойы дел сал. Жау жаққа көз жүгіртті. Артиллерия атысын пайдаланған жау танктері жарты жолға келіп қалғанды. Көп танктың тасасында шоғырланып жаяу әскер келеді. Танктерде, жаяу әскерде оқ аяр емес. Совет қорғанысын қалың күшпен бұзып өтіп, таптап кетердей түрі бар. Өтеген окоп ернеуіне сүйеніп тұрып, төңірегіне қарады. Траншей жырым-жырым. Көп окоп быт-шыт, жауынгерлер аз қалған. Неменеге алақтайсың? Деген Журбаның дауысы шықты. Қалай қашсам екен деп тұрмысың? Өтеген бұл жолы қысылмады да ықпады. Бетінің топырағын сүртіп тұрып жауап берді. Жоқ, өзімнен басқа кім қалды екен деп қарап тұрмын. Солай ма? Деді Журба, ырза болғандай. Онда жарадың. Абай бол, біз екеуміз сайтанның өзіне де болмаспыз. Шегіне ызаланып, ыза кекке булығып жүрген осынау жаралы адам сөздері Өтегенге бұрын аудан басшыларынан естіген мақтауларынан әлде қайда қымбат көрініп, көңіліне қуаныш бітірді. Өтеген өзіне таяу окоптардың бірінен 45 миллиметрлік пушканы көрді. Оның жанындағы қызыл әскерлердің ішінен Шамұратты таныды. Тікті зеңбіректердің өзі алғы шепке шығыпты. Әттең кілең 45-тік екен, сәл үлкенірек болар меді. Бірақ ол окоптардың артында, тоғай ішінде дивизиялық пушкалар батареясы мен өзі жүретін пушкалар дивизионы тұрғанын білген жоқ. Олар Өтеген барлауға барып келіп, қалың ұйқыға шомған түні орнатылған болатын. Бөлімше командирінің үйреншікті үнін естімеген ол Владимиров окобына қарап еді, оны көре алмады. Сосын окобынан ырғып шығып, тіке солай қарай тартпақ бола бергенде аға сержанттың басы көрінді. Владимировтың басындағы бинт кеше ғана шаң қонып сарғыш тартса, бүгін қап-қара болып кетіпті. Жүзі құп-қу, боп-боз. Сізге не болды, жолдас аға сержант, деді Өтеген айқайлап.
Ол мұның даусын естімеді ме, жауап берген жоқ. Жақындап қалған жау танктеріне көз салып, қарлыққан дауыспен команда берді. Атпаңдар, жақындасын! Танктер кем-кемнен жақындай түсті. Өтеген танкистер қарап отыратын жіңішке тесіктерді де анық көріп тұр. Машиналардың мұнарасында аузын арандай ашқан айуандардың суреті бар. Кенеттен гүрс еткен дауыс шықты. Өтеген селк етіп маңайына қарап еді, Шамұраттың 45-тігі оқ атқан екен. Сірә Шамұрат алғашқы оғын көздеудей-ақ көздесе керек, алдыңғы танк шыр айналып барып тоқтады. Оның үзіліп түскен шынжыр табаны тозған белбеудей созылып қалды. Шамұрат пушкасынан кейін өзге 45-тіктер де ата бастады. Бұларды мен нағып байқамағанмын деп таңданған Өтеген төңірегін шола бергенде Владимировтың атыңдар деген командасы естілді. Ол енді бұрынғыдай көзін тарс жұмып алмай, нысананы дәл таңдап, асықпай, саспай, сабырмен ата бастады. Өзі көздеген екі фашистің табанда жер қапқанын көргеннен кейін, онан сайын байсалданып, мергендікке машықтана берді. Фашистер бүгін совет жауынгерлерінің шебін қалайда бұзып, Сталинградқа қарай жол ашуға бекінгені рас болатын. Шабуылға шыққан танктер мен автоматшылардың ізін ала, төбе басынан тағы бір жаяу әскер легімен ауыр танктер көрінді. Соғыс сәт сайын қызуға айналды. Алғашқы танктер совет зеңбіректерінің оғына ұшырап, тең жарымынан айрылып, кейін кете бастаған. Олардың соңындағы жаяу әскер мылтық пен пулемет оғының астында қалып, шалғымен орғандай қаусап түскен. Дәл осы кезде жаудың жаңа легі тың күші көмекке шықты. Бұл жолғы танктер біздің зеңбіректер тұрған жерді тынбай атқылап, барынша зулап келеді. Пушкалары жалын шашып, пулеметтері дамылсыз оқ жаудырған олар жолында жатқан нәрсенің бәрін жанышып, баса көктеп алға ұмтылады. Совет жауынгерлерінің оғынан жан сауғалап жатқан өз солдаттарының талайын таптап өткеніне де қарамайды. Алайда танктердің бұл екінші толқыны да дегеніне жете алған жоқ. Совет жауынгерлері мен 45-тіктер атыс бастамай тұрып-ақ, арт жақтағы тоғай ішіндегі корпустық ауыр артиллерия гүрсілге басқан. Жау танктерінің ара-арасы қалың түтінге көмілді. Бірнешеуі жалын атып, шынжыр табандарынан айрылып, істен шықты. Бірақ қалғандары бастапқы қарқынын бәсеңдетпей, алға зулап келеді. Өз бөлімшесімен бірге атысқа қосылған Өтеген нысанасын дәл көріп, енді құтылмайдау дегенде ғана оқ шығарып жатыр. Кешеден бергі сұрапыл сүргін жас жауынгерді түгелдей өзгертіп жібергендей. Ол жан жағынан жалақтаған ажалға именбей қарайтын дәрежеге жеткендей. Бүгінгі оғының бәрі болмағанмен көпшілігі көздеген жерін тапқанына ол кәміл сенеді. Өтеген атыс арасында өз командирінің окобына қарап қояды. Аға сержант Владимиров әлгіндей жарадан әлсіреп қалған тәрізді. Өтеген оның қатты қиналып тұрғанын байқады. Ол басын бірнеше рет бруствердегі салқын топыраққа басып демалды. Неге санитар шақырмайды? Мүмкін жараланған болар. Жәрдем керек қой. Ең болмаса мені шақырса қайтеді деп ойлады Өтеген жаны ашып. Владимиров өзін өзі зорлап, әрең дегенде басын көтереді де автоматтан тағы да оқ төгеді. Ақырында аға сержанттың бас көтеруге шамасы келмей, автоматы ұзақ уақыт үнсіз қалды. Жау танктерінің екінші шабуылы тойтарылғаннан кейінгі сәл тыныштықта Өтеген оның окобына жүгіріп келді. Әлде бұл жердің топырағы бос па, әлде снаряд бүйірлей соққан ба, аға сержант окобы көп бұзылған екен. Өзі окоп ернеуіне кеудесін басып, етбетінен жатыр. Өтеген оны ептеп окоп түбіне жатқызды да бетіне құтысынан су бүркіді. Владимиров селк етіп ауыр демалды, бірақ көзін ашпады.
Жолдас командир, жолдас Владимиров, сізге не болды? Деп дауыстады Өтеген оның құлағына. Владимиров көзін зорға ашты. Ештеңе емес, деді ол ыңырсып. Топырақтың астында қалдым. Зорға шықтым. Ештеңе етпейді. Су бар ма? Өтеген оның сөзін естіген жоқ. Су сұрағанын емеурінен ғана ұқты. Сосын құтысын алып, оның аузына тосты. Владимиров қатты шөлдесе керек, құтыдағы суды сіміріп салды. Енді орныңа бар, деді ол су ішіп болып. Фашистер кешікпей қайтадан шабуылға шығатын болар. Сол кезде бірнеше мина бұларға таяу жерге келіп жарылды. Екеуі бұға қалды. Көрдің бе, фрицтер қайтадан бастағалы келеді. Орныңа бар. Санитар шақырсам қайтеді? Жоқ, деді Владимиров қатуланып. Бара бер, жайым жақсы. Өтеген окопты тінте көз жүгіртті. Не бітіріп тұрсың, деді Владимиров қабағын түйіп. Біреуін алуға рұқсат етіңіз, деп өтінді Өтеген текшеде жатқан танкіге қарсы тасталатын гранаттарды нұсқап. Танктерге қарсы керек болар. Деді аға сержант текшеге жақындап. Біреуін алсаң ала ғой, бірақ пайдалану қолыңнан келер мекен? Келеді, бізге үйреткен. Өтеген қуанышы қойнына сыймай қайтты. Владимировтың жайы шынында жаман емес секілді. Өйткені Өтеген қай кезде қараса да оның өз орнында айқасқа әзір тұрғанын көрді. Шамұраттың халі мүшкіл болатын. Атыс арасында Өтеген Шамұрат жаққа қарап еді, оның түтін мен тозаң арасынан көргені көңіліне қаяу салды. Шамұрат пушкасында үн жоқ. Қалқанының жоғарғы жағы быт-шыт болған. Төңірегінде қаза тапқан жауынгерлер жатыр. Әлдекім пушканың бір шетіне жармасып тұруға тырысады, тұра алмайды. Шамұрат сияқтанып кетті. Өтеген көзі жасқа толып, тұмантып бара жатқанын сезді. Ол автоматын нығырақ ұстап, кіжініп алға қарады. Совет жауынгерлерінің қатары сиреп, азайып қалған. Оқ дауысы бұрынғыдай қалың да жиі естілмейді. Зеңбірек пен минометтер ғана дұшпанның жаяу әскері мен танктеріне төтеп беріп, беттерін қайтарып тұр. Журбаның пулеметі анда-санда бір сөйлеп қояды. Ол да әбден әлсіреген сияқты. Журбаның басы бинт пен таңулы екенін көргенде Өтеген тағы жараланыпты. Қалай шыдайды, деп ойлады. Бірақ өзіне осы күнге дейін оқ тимегеніне таңданған жоқ. Ал артиллерия атысы әлі тынар емес. Әрбір жарылған снарядтан кейін жер солқ-солқ етеді. Қалың тұман тәрізді шаң тозаң күннің бетін бүркеп алған. Ауа от шашады, түтін көзді аштып, қолқаға кіреді. О дүние тамығы осында кеп орнағандай. Бірақ совет жауынгерлерінің қорғаныс шебінен табан аудармай берік тұр. Түс кезінде шайқас шегіне жете әбден қызды. Шабуыл артынан шабуыл үдей түсті. Жау танкілері барған сайын көбейе берді. Ақыр аяғында олар біздің окоптардың дәл қасына таяп қалды. Солардың бірі тура Өтегенге қарай беттегендей болды. Екеуінің арасында 50 метрдей жер қалғанда Шамұраттың пушкасы атылды. Өтеген жау танкісінің бүйірі тесіліп, одан сыртқа жалын шашылып, өз снарядтарының жарылған күшімен күл-талқан болғанын көрді. Іле-шала түтіні будақтаған көк жалын арасынан әлгіден де ірі бір танк шыға келді. Жау танкісі оқ шыққан жақты айқын аңғарған болу керек. Шамұрат пушкасына қарай тура тартып барады. Не істерін білмей есі кеткен Өтеген өзіне таяу жерде жүріп жатқан жекпе-жекке совет солдаты мен фашист танкісінің шайқасынан көз алмай қарап тұр. Шамұрат бар ептілік шамшаңдығын салып, 2 рет атып үлгірді. Әттең әлсіз снаряд болат құрсанған аждахаға түк қауқар көрсете алмадау. Шамұрат орнынан әрең тұрып, сол қолымен пушкасының қалқанына сүйенді.
оң қолында танкке қарсы тасталатын гранат. Ол жан-жағына көз жүгіртіп, өзіне қарап тұрған Өтегеннің үрейлі сүдінін көрді де, сәл күлімсіреп езу тартты. Сосын әлденені айтып айқайлап еді, қым-қиғаш атыс сөзін естіртпеді. Алып денесіне сенген жау танкі қауқары жоқ пушкаға таянып та қалды. Міне, алдыңғы жағы көтеріліп, брустверден өткелі келеді. Дәл осы сәтте Шамрат қолындағы гранатты темір тұлға дененің бауыры астына тастап кеп жіберді. Танк бір селк етіп тұра қалды да, жылжи түсіп, Шамрат пушкасына кеп түйді. Түйді де тоқтай қалды. Сол жақ шынжыр табан астында пушка стволы сынған қол сияқты қайқаң етті. Өтеген бақырып қоя берді. Ауыр танк өзін келіп басқандай бүрісіп қалды. Бар денесі қалш-қалш етеді. Қорқыныштан емес, ызадан қалшылдайды. Танктерге ілескен жаудың жаяу әскері оқ астынан бері шығып, біздің шепке жақындап, қираған танктер тасасына шұңқырларға кеп тығылды. Ең соңғы тап берер ұрымтал сәтті күтіп жатыр. Шамраттың ерлік өлімін көзімен көрген Өтеген қорқыныш үрей дегенді мүлде ұмытқандай. Алдындағы түтінге көмілген алаңға суық жанармен тесіле қарайды. Қылт еткен жау көрінсе, қырқып тастап отыр. Ту сыртында не боп жатқанын да сезер емес. Ол арттан адамдар келіп, бос қалған окоптарға орнығып жатқанын да, советтік шептегі атыстың күшейгенін де білген жоқ. Журбаның окобына 2 адам келгенін де Өтеген байқамады. Біреуі пулемет, біреуі дискалар арқалап келді. Ауыр жаралы қалжыраған Журба оларға таңдана қарады. Ал келгендер қан жуған жыртық киімді жүдеу жауынгерлерге аса бір ілтифатпен қарап амандасты. Сосын біреуі өзі әкелген пулеметін Журба пулеметімен қатар қойды. Содан соң Журбаның ата-ата қызып кеткен пулеметін еппен алып окоп қабырғасына сүйеді. Журба бұған қарсыласпақ болып еді, екінші жігіт оны құшақтай сүйемелдеп шетке әкетті. «Отыр, демал», деді ол Журбаның құлағына айқайлап. «Кезек біздікі». «Қайдан келдіңдер?» деп сұрады Журба абыржып. «Сібірден», деді анау қолын тыл жаққа сілтеп. «Жәрдемге келгеніміз». Журба оған ризалықпен көз салды да, тұла бойы дел-сал болып отырған жеріне сылқ етті. Санитарлар келіп, оны зембілге салып жатқанда ғана көзін ашып, әлсіз ғана үн қатты. «Шегінген жоқпыз ба? Берікпіз бе?» Шегінбегенімізді естіген ол майдан даласын өз көзімен көрмекші боп, тұруға ұмтыла беріп еді, әлсіреген дене көнбей зембілге қайта құлады. Өтеген мұның бірде-бірін білген емес. Оның есі дерті шабуылға шығу үшін шоғырланып жатқан жау жақта. Бұл жолы жаяу әскерді кәнігі тарлан офицер басқарса керек. Жау бытырамай, шашылмай, қолайлы сәтті тұтасқан күйі күтіп жатыр. Артиллерия оғы астымен советтік шепке жау танктері қайтадан ұмтылғанда, соны күтіп жатқан жаяу әскер де енді өре түрегеліп лап қойды. «Танктерді өткізіп жіберіңдер, жаяу әскерді құртуды ойлаңдар» деген Веткин даусы естілді Өтегенге. Лейтенант дәл қасымызға келгені қалай деп ойлады ол. Өтеген взводтың бұлайша тығыздасуы адам саны азайғанда ғана болатынын білетін еді. Бірақ бұл сәтте оған мән беріп жатпады. Екі талай заман, не жеңеміз, не жеңілеміз деген ой оған мұрша берген жоқ. Фашистер қалың жауған мылтық пен пулемет оғына шыдамай, советтік шептен 70 метрдей жерге келіп жата-жата қалысты. Танктер совет окоптарына баса көктей келіп талқандауға кірісті. Біздің жақтың екпіні бәсеңси берді. Салмағы 100 тонналық болат дене окоп жиегіне жеткенде Өтеген бүрісіп бұғып жатқан. Машина гүрілі оның құлағын тұндырып жіберді. Окоп жиегінен тынбай топырақ түсіп жатыр. Шаң, тозаң.
Газдың қолқаны алған сасық иісі тынысын тарылтып, құсқысын келтірді. Танктың өзі окопты басып, жанша түсті. Өлген жерім осы шығар деп ойлады. Арада қара шашты ағартардай 10-15 секунд шамасы уақыт өткен болар. Сол уақыт ішінде Өтеген жаудан алды-артына қарамай қашқан сәттегі халге жетті. Әйтсе де кезерген ернін жыбырлатып, «Итай, мені саршынақша езіп кеткісі келеді. Жоқ, мен саршынақ емеспін, Өтегенмін. Өзім де өлермін, сені де сау қалдырмаспын», деді ызаланып. Өйткені жау окопқа таянғанда Өтеген қолына танкке қарсы лақтыратын гранат алған болатын. Қазір ол соны бауырына басып жатыр. Танк Өтегенді басса, гранат жарылып, екеуі не көрсе де бірге көретіні аян. Ол осы сәтте соны ойлады. Жауынгердің үнсіз сесінен сескенгендей танк окоптан асып өте берді. Танк соңынан Өтеген де түрегелді. «Сен ит енді менен құтылғың келеді, біздің пушкаларды таптамақ боласың ғой, деді тістене айқайлап. Окоптан өткен танк 5-6 метр жер ұзаған кезде Өтеген қолындағы гранатты бар пәрменімен лақтырды да бұға қалды. Гранат ұшып барып танктың мотор тұсына түсті. Өтеген орнынан тұрып қараса, танк отқа көміліп, сілейіп тұр екен. «Ура!» деп айқайлап жіберді ол қуанғаннан. Сосын осы жеңісін көрсетейін деп Владимиров окобына қарады да өңі сазарып автоматына жармасты. Фашистердің қалың қолы шулап, дүрліге айқайлап, құртша қаптап келіп қалыпты. Ондаған жау танкі біздің окоптарды ойрандай таптап әлі жүр. Өтеген әлгіде танк қопарып кеткен бруствердің топырағын тасағып, жау шебіне қарай оқ жаудырды. Өзгелер де атып жатқан секілді. Немістер құлап та жатыр. Одан сиреген шеп болмады, баяғы сол самсаған күйі. Таптап, жанышып, құртып кетпесе нағылсын, деп үрейленді Өтеген. Өздерінің аздығын еске алып, әлгіде қол гранаттарының топырақ астында қалғанына да қынжылды. Енді оларды іздейтін уақытта жоқ. Фашистер тіпті жақындап қалды. Арада 40-50 метрдей ақ жер бар. Оқ жаудырып, гранат таспен ентелеп келеді. Өтеген лейтенант Веткиннің айқайлап сөйлеген даусын естті, бірақ сөзін ұққан жоқ. Осы кезде қас қылғандай дискідегі оқта таусылды. Өтеген жан ұшырып отырып, оны әп-сәтте қайта оқтады. Дисканы тап осындай сәтте оқтауға болады дегенге өзі әншейінде сенбес еді. Жаумен екі арада 20 метрдей ғана жер қалған екен. Автоматын ыңғайлап, оқты шұбыртып кеп жіберді. Лезде бірнеше фашист құлағанын көріп, айқай салды. «Бұл аз ба? Онда көкесін көрсетейін қазір». Осы кезде ол, «Алға жолдастар, қуыңдар малғындарды» деген Владимиров даусын естіп, орнынан ұшып тұрды. Аға сержант брустверге шығып, автомат ұстаған оң қолын жоғары көтеріп, тағы айғайлады. «Алға, отан үшін! Отан үшін!» деп қосылды оған Өтеген бар даусымен атойлап. Сосын аға сержанттың «Шабуылда қасымда бол» деген сөзін жадына алып, Владимировтың жанына келіп тұрды. Екеуі қатарласып ұмтылып, қатарласа оқ атты. Жан-жағына көз салған Өтеген өз-өзінен қайран қалды. Бұларға ілесе өзге қызыл әскерлер де окоптарынан шығып, атой салып келеді. Манағы әзірде Өтегеннің ойлағанындай аз емес, көп қалың қол екен. Өтеген осыны Владимировқа айтайын деп оқтала бергенде, аға сержант селк етіп барып, қалт тұра қалды. Бір секундтай солай тұрғаны ол тізесі бүгіліп барып, құлай берді. «Не болды сізге? Не болды?» деді Өтеген құлап бара жатқан командирін сүйеп, жерге ақырын жатқызып. Владимиров гимнастеркасының оң жақ кеуде тұсы лезде қанға боялып шыға келді. «Қайттым енді, не істеймін?» деді абыржыған солдат командирінің азапқа түскен қан сөлсіз өңінен көз алмай. Кенет Владимиров басын көтеріп,
бір қолымен жер таянып, бір қолымен өтегенге сүйеніп, төңірекке көз жүгіртті. Сосын үрейленген жауынгеріне қарап, дәл осы жерден тек қана алға адымдайтын бол, деді. Жараңызды байлап берейін, жолдас командир. Керегі жоқ, әне санитарлар келе жатыр, бері шақыр. Владимиров сәт сайын әлсірей берген. Рая жүгіріп келіп, оны демеген кезде ол өтегенге бұйрық бергендей тағы да тіл қатты. Бар, бір адам артқа шегінбе, сазайын бер иттердің. Қарсы шабуылға төтеп бере алмай, кейін қашқан жауды қуып жеткен қызыл әскерлер қоян қолтық айқасқа еніп кетті. Осынау аласапыранда басындағы каскасын түсіріп алған өтеген қалың жау ішінде жан аянбай арпалысып жүр. Жалаңбас жас солдат автоматын оңды-солды сілтеп, бір сөздерді тістеніп қайталай береді. Бір адым артқа шегінбе, сазайын бер иттердің. Соңы.